Сәлем достар, психология әлемі каналына қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. 7-ші күн. Өзіңді сүю. Бүгін сіз өткен аптада өз ескі түсініктеріңізден босану мен болашақ мүмкіндіктерді ашу жолында қаншалықты алға жылжығаныңызды көресіз. Құттықтаймын қымбаттыларым, сіздер айнамен жұмыс істеудің алғашқы аптасын аяқтадыңыздар. Мен сіздермен мақтанамын, өйткені сіздер осы курсты 7 күн бойы жалғастырып, айнамен жұмыс жасап келесіздер. Бұл керемет жетістік. Айнамен жұмыс жасау уақытты қажет етеді. Және мен сіздердің 21 күнге арналған осы саяхатты бастағандарыңызға қуаныштымын. Неғұрлым жиі айналыссаңыздар, соғұрлым тез нәтиже аласыздар. Айнаға қарағанда әлі де сәл ыңғайсыздық сезінсеңіз, уайымдамаңыз. Мен сені жақсы көремін, мен сені шынымен жақсы көремін деген сөздерді айту көп адамға оңай емес. Бұл әдеттен арылуға бірнеше күн, тіпті апта кетуі мүмкін. Бірақ сіз бұл сөздерді жүрекпен айтқан сәттен бастап өміріңізде оң өзгерістерді көре бастайсыз. Соңғы күндері сіз айнамен сөйлесуді үйреніп жатырсыз. Ол енді сіздің жан досыңызға айнала бастады. Айна сізге не айтатыныңыз бен не істейтініңізді жақсырақ түсінуге көмектеседі. Ол сіздің ішкі даусыңызды тыңдауға және оң аффирмациялармен жұмыс істеуге үйретеді. Мен сені жақсы көремін. Мен сені шын жүрекпен жақсы көремін. Мен сен үшін мақтанамын. Маңдайыңызға қарап, көз алдыңызға елестетіңіз. Сіз сол жерде бір батырмаға басып, миыңызда бұрыннан қайталанып жүрген ескі сенімдер мен теріс ойлардың дискін шығарып алдыңыз. Қолыңызды көтеріп елестетіңіз. Сіз сол дискті басыңыздан суырып алып, тастап жібердіңіз. Енді көзіңізге терең қарап, былай деп айтыңыз: мен жаңа дискті орнатамын. Мен босатамын. Мен махаббатпын. Мен өзім бар күйіммен кереметпін. Бұл жаттығу ескі сенімдерден арылу мен жаңа оң көзқарасты қабылдау үшін жасалады. 7-ші күн. Айнамен жұмыс. Айна алдына тұрыңыз немесе отырыңыз. Өзіңізге көз тастап жаймен былай деңіз: мен өзімді сүйемін. Мен өзімді толықтай қабылдаймын. Айнадағы бейнеңізге ризашылық білдіріңіз. Осы аптадағы жұмысыңыз үшін өзіңізді мақтаңыз. Бұл күн өзіңізбен қайта достасудың бастауы. 7-ші күн. Жазбаша жұмыс. Күнделігіңізді алыңыз және оны бірінші күннің жазбаларынан ашыңыз.